Қайырлы күн, сізбен бірге Мақпал. Менің каналым ұнаса тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Бүгін қатпарлы Наполеон тортын дайындайтын боламыз. Бізге керегі салқын су, салқын жұмыртқа, уксус, тұз, ұн, сливочное масло керек. Алдымен жұмыртқамызды суымызға салып, және де шым-шым тұзымызды, 1 шай қасық уксусымызды салып, араластырып, холодильникке салып қоямыз. Салқын болып тұруы керек. Келесі ұнымызға үккіштен сливочное масломызды өткізіп, қолмен араластыратын боламыз. Қолмен жақсылап араластыру керек. Дайын болған ұнымызға жаңағы суымызды құйып, қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды мен 6 бөлікке бөлдім. Сіздер 7 немесе 8 бөлікке бөлсеңіздер болады. Жайылған қамырымызды кез келген формада кесіп аламыз. Және де мен шоколадты сироп дайындадым. Өз қалауыңыз бойынша шоколадный сироп дайындамасаңыз да болады. Торттың креміне қаймақ пен сгущенканы араластырдым. Егер өз қалауыңыз бойынша сахарный пудра қоссаңыз да болады. Піскен корждарымызға кремімізді жағамыз. Мен крем жағуды щетканы пайдаландым. Өте ыңғайлы әрі тез. Корждардың арасындағы крем жақсы сіңуі үшін үстен кішкене басуымыз қажет. Тортымызды сәндеуге мен шетінен артық қалған қамырларды бөлек пісіріп алып, уытып қолданып жатырмын. Өз қалауларыңыз бойынша әртүрлі дизайн істеуге болады. Шоколадты сиропымызды үстінен құямыз. Тортымыз дайын. Ас болсын.